Қалайсыңдар жігіттер? Менің есімім Қасымхан. Қалың ойында адамды көрген кезде ол қалжыңдасатын емес, мығым, қауіпті, бір удардан құламайтын мықты адам елестейді. Қалың ойын тек қана қорқыныш пен абырой емес, сонымен қатар әдемілік те береді. Егер басыңыз үлкен болса, мойныңызды шығару арқылы сіз өзіңіздің үйлесімділігіңізді таба аласыз. Сонымен қатар сіз қыс уақытында киім киген кезде бүкіл денеңіз көрінбей қалған кезде сізде көрініп тұратын ол жалғыз осы мойында. Осы мойның қалың адамды көргенде ол үлкен еркек, үлкен жігіт ретінде қабылданады, кішкентай бала емес. Сонымен бұны қалай шығарамыз? Мен қазір көрсететін жаттығуларды сіз жасай отыра, аптасына 2 рет жасап, 1 ай жасайтын болсаңыз, сіз 1 айдың ішінде мойныңызды 2-3 сантиметрге дейін қалыңдата аласыз. Ендеше кеттік, жерге жатамыз және бастаймыз. жаттығу аяқталды, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер жаттығу барысында құлағыңыз шыңылдаған болса, қорықпаңыз, бұл үйреншікті жағдай. Жасай келе бұл жоғалып кетеді.
мойындарыңыздың істегенін көрдіңіздер ме? Айнаға барып қараңыздаршы, өздеріңіз таңғаласыздар. Видео ұнады деп ойлаймын. Жаттығулардан мойныңыз ертеңгісінде ауырса, бұл жақсы мағына. Сіздер мойын еттеріңіз өсіп жатыр деген сөз. Ендеше видео ұнады деп ойлаймын. Каналға міндетті түрде тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Көріскенше.